Таң шапағаты өмірді жаңа арнаға бұратын тың құпия. Хелл Элрод. Арнау. Бұл кітап өмірімдегі ең қымбат жандарға, отбасыма арналады. Ана, әке, Хейли, жұбайым Урсула, балаларымыз Офи мен Холстон. Сендерге деген махаббатымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кітапты қымбатты әпкем Эмери Кристен Элродтың рухына арнаймын. Өмір сүрудің екі жолы бар. Біріншісі өмірде еш керемет жоқ деп ойлау. Екіншісі өмірде не бар болса, соның бәрі керемет деп ойлау. Альберт Эйнштейн. Ғажайып табиғат заңына қайшы келмейді. Тек табиғат заңы туралы түсінігімізге қайшы келеді. Әулие Августин. Күн сайын таңертең өмір басталады. Джоэл Остин. Алғы сөз. Роберт Кийосаки. Хелл Элрод кемеңгер тұлға. Оның таң шапағаты еңбегі өміріме ықпал еткен ерекше туынды. Адам әлеуеті жеке тұлғаны дамыту саласында 1973 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Сол кезде алғаш рет Эрхардың семинар сабақтары дайындығынан өткенде адамның мүмкіндігі шексіз екендігін біліп, жаңа әлемді ашқандай болдым. Содан бері дінді зерттеп, ғибадат түрімен таныстым. Медитация, йог, аффирмация, елестету және НЛП, нейролингвистикалық бағдарламалау әдісін жете тануға тырыстым. Қыл көпірдің үстінен жүріп, өзге де дәстүрден тыс философияны зерттедім. Олардың кейбірін атамау абзалырақ болар. Хелл ұсынған Life Savers акронимі ғасырлар бойы адамзат дамуына қалыптасқан үздік тәжірибелерді қамтиды. Соның ішіндегі ең озық әдістерді күн сайын орындайтын жоралғыға айналдырған. Бұл жоралғыны қазір өзімде ұстанамын. Адамдардың көбі күнде бір әдіске жүгінеді. Мысалы, жаттығу дене бітімін сақтауға көмектеседі. Ал тыныштық арқылы медитация жасайды. Жазу көмегімен ойын қағаз бетіне түсіреді. Бірақ Халлдың еңбегі жарық көргенге дейін ежелден келе жатқан озық тәжірибелердің басын біріктіріп, алтауын бірдей орындаған ешкімде жоқ. Таң шапағаты уақыты өте тығыз, табысты адамдар үшін таптырмас құрал. Күн сайын таңертең Life Savers әдісін жасау арқылы жаным мен тәніме қуат бергендей боламын. Әр күні таңертең солай күш жинаймын. Бай әкем, тағы $1 табуға қашанда шамам келеді. Әттең, тағы бір күн ауа жұтуға құдіретім жетпейді дегенді жиі айтатын. Өміріміздің әр күнін барынша ұтымды пайдаланғыңыз келсе, таң шапағаты кітабын оқыңыз. Нью-Йорк Таймс жазуынша жеке тұлғаның қаржылық сауаты туралы осы кезге дейінгі нөмірі 1 бестселлер кітабының авторы. Қаржылық сауат ашуға бағытталған Rich Dad Company компаниясының негізін қалаушы. Аз уақыт ішінде жағдайды түбегейлі өзгертуге ықпал етеді. Өмірдегі кей негізгі жағдайға өзгеріс енгізгіңіз, болмысыңызды тұтас өзгерткіңіз келсе де, кезіккен қиындық жағымсыз естелік қана болып қалсын десеңіз де, жалпы қандай мақсатты көздеген болсаңыз, қолыңыздағы кітаптың тигізер себі орасан зор. Қарапайым, алайда сананы сілкіндірер кітаптың арқасында ғажайып саяхатқа аттанасыз. Өміріңіздің кез келген саласына жаңа леп әкелесіз. Оның бәрі де күн енді басталғанда, таңғы 8-ге дейін орындалмақ. Үйіп төгіп уәде беріп, жүгі ауыр мәлімдеме жариялап отырғанымды өзімде білемін. Алайда,
Таң шапағаты кітабына сипатталған әдіс тәсілдер бүкіл әлемдегі 10 мыңдаған адамға көмектесті. Оның ішінде өзімде бармын. Сондықтан сізді де арманыңызға жетелейтініне күмән келтірмеңіз. Осы тәжірибемді бөлісу мен үшін мәртебе. Ықыласыңызды, күш-қуатыңыз бен уақытыңызды жұмсайтындықтан кітапты маңызды әрі бағалы инвестицияға айналдыруға бар күшімді салдым. Өміріңіздің бір бөлшегіне айналуға мүмкіндік бергеніңізге рахмет. Тамаша саяхатқа бірге аттанайық. Ізгі ниетпен, Хелл. Кіріспе. Менің хикаям және неге сіздің хикаяңыздың да маңызы бар. 1999 жылғы 3 желтоқсанда өмір ағысы әлде қайда жақсы еді. Жоқ, жай ғана жақсы емес, керемет еді. Жасым 20-да, колледждің 1-ші курсын тәмамдаған кезім. Кейінгі 1,5 жылымды құны $200 миллион тұратын маркетинг компаниясының ең табысты сауда өкілі болуға арнадым. Осы фирмадағы рекорд атаулының бәріне жетіп, жастайымнан аса қомақты жалақы алып жүрдім. Сүйіктім жанымда, мені қолдайтын, жақсы көретін отбасым бар. Әрдайым жанымнан табылатын тамаша достарым да жетерлік. Шынайы бақытты жан едім. Өзімді асқақ әлемнің ең биік шыңында жүргендей сезіндім. Алайда сол түні керемет әлемім ойран боларын білген жоқпын. 23:32. Сағатына 100 км жылдамдықпен Хайвей 99 тас жолында оңтүстікке қарай зымырап бара жаттық. Достарымызбен тойлатқан мейрамханадан шыққан бетіміз. Екеуміз ғана едік. Сол кешкі думаннан әбден шаршаған сүйіктім жолаушы орындығында ұйықтап жатты. Ал мен өте сергек едім. Түн қараңғысына сіңіп бара жатқан жолдан көз алмай радиодан Чайковскийдің әуенін тыңдап, құдды оркестрді басқарған дирижер сияқты саусағымды әуеде сермеп келемін. Тамаша кештің әсерінен шыға алмай отырдым. Мүлде ұйқым келмеді. Су жаңа аппақ Форд Мустанг пен тас жолда сағатына 100 км-ден астам жылдамдықта зымырап келе жаттым. 2 сағат бұрын жұртты аузыма қаратып, тамаша сөз сөйлегенім есіме түсті. Адамдар аямай қол шапалақтағанда бақыттан басым айналған. Естір құлақ болса, алғысымды жаудыртып, айғай салуға әзір едім. Алайда сүйіктім ұйықтап жатты. Ата-анама қоңырау шалғымақ келген. Дегенімен түн баласы олар да ұйықтап жатқаны белгілі. Сонда да хабарласуым керек еді. Жақын адамдарыммен сөйлесуге бірақ минутым қалғанын білген жоқпын. Содан соң олармен көп уақыт сөйлесе алмайтынымды ешкім ескертпеді. Адам нанғысыз шындық. Маған қарай зымырап келе жатқан үлкен Шевролет жүк көлігінің жарқыраған жарығын байқадым деп айта алмаймын. Тәлейімде бар екен, менен де зор жылдамдықпен келе жатқан алып Шевролет кішігірім Форд Мустангымды соқты. Кейінгі секундтарда күллі өмірім көз алдымнан сырғып өткендей болды. Чайковскийдің тамаша әуенінің ырғағына өмірімдегі ең қорқынышты биді биледім. 2 автокөліктің металл бамперлері бір-біріне соғылып, тас талқаны шықты. Мустангтың қауіпсіздік жастығы көзді ашып жұмғанша лап еткені сонша екеуіміз де есімізден танып қалдық. Сағатына 100 км-ден астам жылдамдықта жүйткіп келе жатып, апатқа ұшырағанымда басым соғылып,
өмір сүру үшін ең қажет ми бөлігі зақымдалды. Апат кезінде Мустангтың артқы бөлігі оң жақтағы жол жиегіне шығып кетті. Автокөлік есігі ашылғанда артымда келе жатқан машина оны соқпай өте алмады. 16 жасар бозбала тізгіндеген седан Сатурн автокөлігі де 1 шақырымды 100 км жылдамдықпен басып келе жатқан еді. Ол көлігімнің есігіне келіп соғылғанда қисайған темір денемнің сол жақ бөлігіне кіріп кетті. Автокөліктің жоғарғы жағының металл есігі умаждалып, тура басыма құлады. Бас сүйегімді сындырып, сол жақ құлағымды кесіп кете жаздады. Сол жақ қабағымның сүйегі сынып, көз ұясын ұстап тұратын тірек қалмады. Сол жақ қолым сынып, білектегі кәрі жілік жүйкесі зақымданды. Шынтағым шағылып, сынған сүйектің ұшы шынтақ бұлшық етінің терісін тесіп кетті. 2 автокөліктің ортасында қысылып қалдым. Соның салдарынан жамбасым 3 жерден сынды. Адам қаңқасындағы ең үлкен сүйек ортан жілік болса, ол да қақ бөлінді. Бір ұшы сандағы теріні найза сияқты тесіп шықты. Тіпті шалбарымды жыртып жіберді. Айналамның бәрі лықа қан, ауыр жарақат алдым, миыма зақым келді. Мұндай ауыртпалыққа шыдамай ағзам жеңіліп, қан қысымым төмендеп кетті. Айнала қара түнек басып, есімнен танып қалдым. Өмір 2 рет берілеме. Бұдан кейінгі болған жағдай таңғаларлық. Оны ғажайып деп атамауға болмас. Оқиға болған жерге келген апаттан құтқару командасы гидравликалық қайшымен қанға боялған денемді үйіндінің астынан алып шыққанда көп қан жоғалтқан едім. Жүрегім соқпай, тынысым тоқтап қалған. Клиникалық тұрғыда өлім құшқан едім. Жедел жәрдем дәрігерлері апаттан құтқару тікұшағына апарып, тірі қалуым үшін бар күшін салды. 6 минуттан соң жүрегім соқты. Бағыма қарай аман қалдым. 6 күн комада жаттым. Есімді жиғанда енді ешқашан жүре алмайсың деген сөзді естідім. 7 апта бойы аса ауыр халде болдым. Дегенімен қалпыма келуге тырыстым. Қайта-қайта орнымнан тұрып, жүруге ұмтылдым. Ауруханадан шығып, жаңа өмір бастадым. 11 сүйегім сынған, миыма зақым келген. Ауруханада жатқанда сүйіктім де тастап кетті. Енді өмірім бұрынғыдай болмайтынына анық көзім жетті. Сенесіз бе, әлде жоқ па? Алайда осы жақсы жаққа қарай өзгерді. Әрине, мүлде басқа қалыпқа түскен соң, шындыққа тіке қарау қиынға түсті. Неліктен мұндай жағдайға душар болдым деген сұрақ жиі мазалайтын. Алайда, өмірді қайта бастау үшін басымды көтеру керегін түсіндім. Бұлай болмауы керек еді ғой деп, сары уайымға салына бергеннің орнына болған жағдайды қабылдап, орындалмайтын нәрсені ойлағанша, қолда бар мүмкіндікті барынша тиімді пайдалануға күш салуым қажет еді. Өткенді өзгерту қолымнан келмейді, демек, алға жылжуым керек. Нәтижесінде әлеуетімді толықтай пайдаланып, мақсатыма жетуге тырыстым. Әрі өзгелерді де соған үйреткім келді. Тағдырдың бергеніне шын жүрегіммен алғыс айтып, бұрын қабылдамай келген дүниелерді шартсыз қабылдап, арманымды ақиқатқа айналдыруға өзім ғана толықтай жауапты екенімді түсінгенде, өмірімдегі ең сұмдық жайт тәрізді көрінген жол көлік апаты ең қайырлы оқиғаға айналды. Басымнан өткен әр оқиғаның
кездейсоқтық емес екенін түсініп, солай бола тұра өмір сүруге құлшыныс сыйлайтын, әрі өзімді жоғары бағалауыма ықпал ететін қиындықтарды таңдауға тек өзім жауапты екенімді сезіндім. Басыма түскен бұл жағдай өмірге жеңімпаз болып оралуыма әсер етті. 2000 жыл. Жыл басында өне бойымның сау тамтығы қалмаған еді. Қол аяғым сынған күйі аурухана төсегіне таңылдым. Бірақ сағым сынбады. Бұл жыл мен ойлағаннан мүлде өзгеше аяқталды. Автокөлігім жоқ, жадым да бұрынғыдай емес еді. Сондықтан үйде отырып, өзімді шексіз аяп мәпелеуге ешкім кедергі келтірмейтін. Бірақ мен Катко компаниясындағы сауда агентті қызметіме қайта оралдым. Бұл менің мансап жолындағы ең жақсы жылым болды. Компания бойынша жылды 6-шы орындағы қызметкер ретінде тәмамдадым. Компанияда 60 мыңнан астам белсенді сауда өкілі қызмет ететін. Денем, ақыл-ойым, көңіл күйім қалпына келе бастады. Қаржылық жағдайым да реттелді. 2001 жыл. Өз басымнан өткерген кейбір тәжірибеме сүйене отырып, бірнеше өмір сабағын алғандай болдым. Басыма түскен қиындықтан шабыт алатын уақыт жетті. Енді өзгелерге жетістікке қалай жету керектігін үйреткім келді. Сондықтан орта мектеп пен колледжге барып хикаямды баяндауға көштім. Оқушылар мен студенттерден бөлек, оқытушылар мен профессорлардың өзі басымнан өткен хикаяны естіп қайран қалатын. Соның арқасында өмірдегі парызым жастарды ынталандыру екенін түсіндім. 2002 жыл. Өзгелердің басына түскен қиындықты жеңуіне көмектесу үшін досым Жон Берков өзің туралы кітап жаз деп ақыл айтты. Осылайша кітап жазуды қолға алғаныммен жазуға кіріскен бетте ақ тоқтап қалдым. Жазушы емеспін ғой. Мектепте шығарма жазудың өзі мен үшін айтарлықтай шаруа еді. Ал кітап жазу деген тіпті қиямет болды. Бірнеше рет талпынғаныммен әр әрекетім сәтсіз болды. Кітап жазу қолымнан мүлде келмейді деп ойладым. Есесіне 2 жыл қатарынан Катко компаниясының нөмірі 2 қызметкері атандым. Мұның өзі жаман емес еді. 2004 жыл. Басшылық қызметте бағымды сынап көрейін деген оймен жоғарыдан түскен ұсынысты қабылдап, Катко компаниясының Сакраменто қаласындағы кеңсесінде сату жөніндегі менеджер қызметін атқардым. Біздің команда корпорация рекордына жетіп, жылдық есепті бірінші болып тәмамдады. Сол күзде өз жеке сату көрсеткішімді ұлғайттым. Суретімді Катконың даңқ залына іліп қойды. Компаниядағы ең жоғары жетістіктің бәріне қол жеткіздім. Сондықтан өмірлік арманымды орындап, кәсіби баяндамашы, публицист, мотиватор болатын уақыт келді деп ұйғардым. Тіпті кітап жаза алатындай деңгейге жеттім деп есептей бастадым. Бұл ой кейінгі бірнеше жылдан бері мазалап жүрген еді. Осы кезде Урсуланы кездестірдім. Жұбымыз жазылмады. Ол менің сүйікті жарым болатынын сездім. 2005 жыл ақпан. Катко конференциясы өтіп жатты. Бұл компаниядағы ақырғы жиыным болуы керек еді. Алайда, кенеттен бұл жерде барлық мүмкіндігімді көрсете алған жоқпын ғой деген ой келді. Мұны сезінгенде жаным ауырды. Ал керек болса, әрине, бірнеше рет марапатталғаныммын, сату бойынша сан рет рекорд орнатқанмын. Дегенмен, компанияның ең үздік 2 қызметкері, Катконың жыл сайынғы сыйлығы арман болған
Rolex сағатын алып жатқанда, бұл сыйлықты алуды мақсат етпегенімді түсіндім. Демек, 1 жыл бойы бар әлеуетімді қолданбағанмын. Қуатымды толық пайдаланбай, компаниядан кетіп қалсам, өзімді еш қашан кешірмес едім. Компанияда тағы 1 жыл қалып, бар жанымды сала еңбек етемін деген тоқтамға келдім. 2005 жыл. Жылдағыдан кешірек қимылдағаныма қарамастан, компанияда жұмыс істеген уақыттағы ең озық көрсеткішімді 2 есе жақсартуды мақсат еттім. Өз амбицияма қайран қалғаныммен, шешінген судан тайынбас дегендей, алған бетімнен қайтпауым керек еді. Оған қоса көкейімде жүрген кітабымды міндетті түрде жазып, басымнан өткен жағдай туралы адамдарға айтуым керек деген ой есімнен бір сәтке кетпеді. 365 күн тыным таппай еңбек еттім. Тауар сатып, кітап жаздым. 25 жылда дәл осындай қатаң тәртіпке бағынбап едім. Мақсатыма жетем деген құлшынысым, бұрын шықпаған биікке шықсам деген ниетім алға жетеледі. Өзім үйренген жайлы ортадан шығып, ерекше қалыптан тыс күйге енгім келді. Жыл соңында көздеген 2 мақсатыма да жеттім. Жылдық сатылым көрсеткішімді 2 есе арттырып, өмірімдегі тұңғыш кітабымды жазып бітірдім. Енді ресми түрде жария ете аламын. Бір шешімге келген адамға алынбайтын қамал жоқ. 2006 жылғы көктем. Алғашқы кітабым «Тағдырыңа тура қара». Арманыңдағы өмірге жету үшін әрекет етіп, оны сүюдің әдістері. Amazon бестселлері тізімде 7-ші орында тұрды. Бұдан соң таңғаларлық жағдай болды. Баспагерім сатылған кітаптан түскен ақшаның бәрін өзі алып елден тайып тұрды. Ата-анам бұған қатты қиналды. Бірақ мен жұрт ойлағандай күйзеле қоймадым. Әлгі жол-көлік апаты үйреткен ең маңызды сабақ, өзгертуге шаман келмейтін жағдайға қиналып, уайымдаудың еш қажеті жоқ. Сондықтан еңсемді түсірмедім. Жапа шегу мен қиналудың арқасында жинаған тәжірибеміз өзгелердің өмірлік құндылығын жақсартуға ықпал етеді. Сөйтіп, кез келген жамандықты артықшылыққа айналдыруға болады. Мен де солай істедім. Жапа шегу мен қиналудың арқасында жинаған тәжірибеміз өзгелердің өмірлік құндылығын жақсартуға ықпал етеді. Сөйтіп, кез келген жамандықты артықшылыққа айналдыруға болады. Мен де солай істедім. 2006 жыл. Бұл салада еш тәжірибем болмаса да, аяқ астынан коучқа айналдым. Жасы 40-тан асқан қаржы кеңесшісі өмірін жақсартуға көмектесуімді өтінді, келістім. Бұл тәжірибе өзіме қатты ұнады. Бірінші клиентім жеке өмірінде де, іскерлік саласында да табысқа жетті. Содан кейін өзгелерге көмектессем деген ой маза бермеді. Небәрі 26 жастамын. Кәсіби коучинг саласында табысқа жетуім екіталай болғанымен, негізгі өмірлік мақсатым мен үйлескен идеяны жүзеге асыруға шындап кірістім. Жаңа бизнесім қарқынды жүре бастады. Уақыт өте келе жүздеген кәсіпкер, сауда өкілі және компания басшысымен жұмыс істедім. Кейін Boys and Girls Clubs of America қоғамдық ұйымы жалпы ұлттық конференцияға баяндамашы етіп шақырды. Өмірімде бірінші рет ақылы дәріс оқыдым. 1998 жылдан бастап ауқымды бизнес аудиторияға компанияның сауда өкілдері, менеджерлер мен басшылары көп дәріс өттім. Дегенімен шашым тікірейіп тұратынын, түрімнің жас көрінетінін, әрі досыңыз Хэл деген лақап атымның жастарға ықпалы күшті екенін ескеріп,
Жергілікті мектеп, колледждерде кездесу өткізіп, басымнан өткен оқиға туралы айта бастадым. 2007 жыл. Осы жылы ойға алған жоспарымның күл талқаны шығып, тірлігімнің сиқы қашты. Америка құрама штатының экономикасы дағдарысқа ұшырап, бір сәтте табысым 2 есе азайды. Клиенттерім коуч жалдаудан бас тартты. Жан-жақтан келетін шоттарға төлем жасай алмадым. Тіпті үйімнің шығынын өтеуге шамам келмеді. $425,000 қарызға баттым. Жан тәніммен күйзелдім. Көңіл күйім жоқ. Қаржылық жағдайым тіпті нашар. Сары уайымға салындым. Өмірімде еш қашан осыншалық еңсем түсіп қайғырмаппын. Амалым таусылып, тығырықтан шығар жол іздедім. Кітап оқыдым. Семинарға бардым. Тіпті коуч жалдадым. Еш қайсысы көмектеспеді. 2008 жыл. Осы жылы жағдайым аздап оңала бастады. Зорға дегенде ең жақын досыма жағдайымның бұған дейін ешкімге тіс жармай келгем, мүшкіл екенін айттым. Ол болса бірден, ал сен таңертең жаттығу жасайсың ба деп сұрады. Жаттықпақ түгіл, төсектен әрең тұрамын деп шынымды айттым. Жүгіре басташы, деді ол. Көресің, өзіңді жақсы сезініп, ойлауың да жақсарады. Негізі жүгіргенді жек көргеніммен жағдайым шынында да мүшкіл еді. Сондықтан досымның кеңесіне құлақ асып, ертеңіне таңертең жүгіруді бастадым. Сол сәтте өмірім өзгерді. Ол туралы екінші тарауда толық баяндаймын. Жүгірген сайын шабыттандым. Соның арқасында күнделікті жасауға тиіс жаттығулар топтамасын ойлап таптым. Осы жаттығуларды жасай жүріп, қиындықтың бәрін еңсере алатын, өмірді жақсы жаққа өзгерте алатын тұлғаға айналамын деп мақсат қойдым. Бір қызығы, бұл тәсіл шынында да нәтиже бере бастады. Өзім үшін маңызды салалар лезде оңтайлы шешімін тапты. Сондықтан бұл әдісті таң шапағаты деп атадым. 2008 жылғы күз. Таң шапағаты әдісін бірте-бірте дамыта бердім. Жеке басты дамытудың түрлі амалдары мен ұйқының сан алуан тәртібін қолданып көрдім. Адамға қанша уақыт ұйықтау жеткілікті екенін зерттедім. Түйінім осы мәселеге қатысты көпшіліктің, тіпті өзімнің де кәдуілгі ойымның күл талқанын шығарды. Түпкі нәтиженің бәрі өзіме қатты ұнады. Сондықтан мұны коучинг өткізетін клиенттеріммен де бөлістім. Олар да ұнатып, түйінімді өз достарына, туыстары мен әріптестеріне айта бастады. Бір күні Facebook пен Twitterде бейтаныс кісілердің таң шапағаты туралы хикаясын оқыдым. Толығырақ кейін айтып беремін. 2009 жыл. Бұл өмірімдегі ең жақсы жыл болса керек. Әзірше дейік. Арманымдағы аруды жар еттім. Ол құрсақ көтеріп, қызымызды өмірге әкелдік. Біз деп айтсам бола ма, әлде оның үлесі көбірек пе? Бизнесім өркендеп, клиенттер кезекке тұрды. Шешендік өнерім де шыңдалды. Дәріс көп оқып, мектеп пен колледжде корпоратив жиындар мен коммерциялық емес конференцияларда да сөз сөйледім. Таң шапағаты әдісі орман өртіндей жан жақты шарпыды. Күн сайын электрондық почтама хаттар келіп жатты. Адамдар өміріне өзгеріс енгенін айтып, алғыс жаудыруымен болды. Бұл әдісті бүкіл әлеммен бөлісуім керек деп ойладым. Оның ең тиімді жолы кітап жазу еді. Ақырындап жазуға отырдым. Қате түсінбеңіз, өзімді жазушымын деп айта алмаймын, бірақ жақсы жазуға тырысып бақтым. Досым Ромасио Фульчер айтқандай, бар күшіңді салсаң, жолын табасың. 2012 жыл.
Қолыңыздағы кітапты жазуға 3 жыл уақытым кетті. Ақыры жарыққа шықты. Ол Amazon сайтында нөмірі 1 бестселлер әрі осы компанияның тарихындағы ең рейтингі жоғары кітап болғанда бақыттан басым айналды. Бұл кітабымның басылып шыққан 1 жылдағы жетістігі. Бүгінгі таңда 500-ден аса оқырманның алғысын алған. Олардың бағалауы бойынша жобамен 5 деген бағамның 4,7 балына жетті. Ал мен үшін маңыздысы оқырман пікірі еді. Әдісім шынымен ақ жұрттың өмірін өзгерте бастады. Үй шаруасындағы әйелден бастап, ірі корпорация басшысына дейін кез келген адам үшін бұл әдіс тиімді болып шықты. Таң шапағаты шын мәнінде адамдарға өз өмірін жан-жақты жақсартуға ықпал етті. 2016 жыл. Таң шапағаты кітабы бүкіл әлемге тарап, кейінгі 4 жылда үлкен қозғалысқа айналғанын сөзбен жеткізу мүмкін емес. Кітап 27 тілге аударылған. Қазір 70-тен астам мемлекет тұрғыны оқи алады. Facebook әлеуметтік желісіндегі таң шапағаты қауымдастығына 105 мыңнан астам адам тіркелген. Оларды әлемдегі ең белсенді онлайн қауымдастық деп атасақ қателеспейміз. Таң шапағаты деректі фильмі аяқталуға жақын. Енді кітаппен ғана шектелмей, әлемдегі ең табысты жандардың таңертеңгі жаттығуын да көре аласыз. Таң шапағаты кітап сериясының 9-ы бестселлерге айналды. Ата-ана мен отбасыға арналған, таң шапағаты студенттерге арналған, таң шапағаты сияқты түрлі тақырыптар қамтылды. Ісін енді бастаған кәсіпкерлер мен танымал кәсіпкерлер үшін 2 бөлек кітап болып шықты. Соның бәрі кітаптың соңғы бетінде берілген. 2016 жылғы қараша. Осы кітапты жазып біткенде сұмдық жағдайға тап болдым. Маған қатерлі ісіктің сирек кездесетін агрессив түрінде шалдыққан деген диагноз қойылды. Қазір дертпен күресіп жүрмін. Дұрысы сырқаттан айыға бастадым. Осы жолда аллопатиялық медицинаның бір тұтас емдеу мүмкіндіктерін қолданып жатырмын. Дәрігерлерім ол туралы ештеңе білмейтін тәрізді. Жан жүрегім мен терең әрі құнды кеңестер әзірледім. Оны көргіңіз келсе youtube.com/hellelred арнасына жазылыңыз. Онда өмірімнің ең қиын кезеңінен түйген ойларым туралы айтамын. Өмірге құшағыңды аш. Сіздерге бастан кешкен хикаямды айтып бердім. Мұнымен адам қандай қиындыққа кезіксе де, өмірінің қай кезеңінде болса да, кез келген ауыртпалықты жеңе алатынын дәлелдегім келді. Жарық дүниемен қош айтса жаздаған жерімнен тауып, дәрігерлер мені аман алып қалды. Енді ешқашан жүре алмайсың деді. Кәсібімнің бәрі күйіп, күйзеліске түсіп, төсектен әрең тұрған күндерім де болды. Соған қарамастан өмірімді өзім армандағандай өзгертуге шамам жетті. Сондықтан өзіңізді ақтап әуре болғанша, арманыңыздан алыстатып тұрған кедергінің бәрін еңсеріп алға қадам басыңыз. Арманыңызға жетпесеңіз, ешбір сылтаумен өзіңізді ақтап ала алмайсыз. Бір нәрсені түсініп қабылдауымыз керек. Бір адамның қолынан келген іс өзгенің де қолынан келеді. Өйткені не қазіргі ақуалына қарамастан, кез келген адам өзі қалаған жағдайға жете алады. Орындалмайтын арман жоқ. Бәрі тек өмірдің әр саласына жауапкершілікті толық сезінуден және сәтсіздікке өзгені кінәлаудан арылудан басталады. Мойныңыздағы жауапкершілік деңгейі өміріңізді өзгертуге, не жаңа бір кезеңге өтуге қажетті күш қуатыңыздың шама шарқын анықтайды.
Мұнда жауапкершілік пен кінә екеуі бір нәрсе емес екенін түсініп алу керек. Кінә кім кінәлі екенін көрсетсе, ал жауапкершілік жағдайды жақсы жаққа қарай кім өзгертетінін көрсетеді. Жол көлік апатын алайық. Оған жүк көлігінің мас жүргізушісі кінәлі еді. Алайда, мен жауапкершілікті өз мойныма алып, өмірімді жақсартуына ықпал еттім. Маңыздысы кім кінәлі екені емес, өткенді өткен шақта қалдыру. Қазірден бастап өз өміріңді өзің армандағандай етіп қалыптастыру. Бұл сіздің уақытыңыз бен хикаяңыз. Өміріңіздегі осы кезең дәл қазір сізге қажет қалыпта тұрғанын ұмытпаңыз. Бұл сәтке өзіңіз армандаған өмірді қалыптастыру үшін қандай адам болу керегін үйренуге келдіңіз. Өміріңіз қиын әрі көңіліңізден шықпаса да, бүгініміз бізге өсуге, жетілуге, бұрынғыдан жақсы болуға мүмкіндік береді екен. Сіз өмірлік хикаяңызды жазасыз. Жақсы хикаялар басқа түскен зілдей ауыртпалық пен жамандықты жеңіп шығатын бас қаһармансыз болмайтыны белгілі. Қиындығы көп болған сайын хикая қызықты бола түсетіні анық. Ал хикаяңыз сізді қайда жетелейтініне ешбір шектеу қойылмайтындықтан дәл қазір кейінгі беттен не оқығыңыз келетінін ойластырыңыз. Қуанышыңызға қарай кез келген сәттен бастап өміріңіздің қалаған саласын өзгерте аласыз, яки жаңа бір нәрсе жасай аласыз. Ол үшін мүлде тер төкпейсіз деп айта алмаймын. Десе де соның бәрін істей алатын адамға айналасыз. Онда қалағаныңызға аз уақытта әрі оңай жетесіз. Бұл кітапта осы туралы баяндалады. Таң шапағаты өзіңіз армандаған дүниенің бәрін еш шектеусіз жүзеге асыра алатын адамға айналуға көмектесетін кітап. Қолыңызға қалам алыңыз. Әрі қарай оқыр алдында қолыңызға қалам не қарындаш алыңыз. Тіпті кітаптың бетіне де жазуға тура келеді. Оқып отырып, ерекше ден қойған дүниенің бәрін белгілеп отырыңыз. Кейін осы жерге қайта келесіз. Астын сызып, шеңбер жасаңыз. Беттің бұрышын бүгіп, шет жағына белгі қалдырыңыз. Осының бәрі ақырында қайтып келіп, есте қалған маңызды сабақ, идея мен стратегияны қайта қарап шығуға ынталандырады. Маған аздап қиынға түсті. Өйткені әжептәуір кірпиязбын. Әр затымның мұнтаздай таза, ұқыпты болуына қатты мән беремін. Десек те тіпті өзім осылай жасау керегін түсіндім. Себебі мұндай кітаптың мақсаты таза күйінде тұру емес. Кітапта жинақталған білім мен ақпаратты оқырманға толық жеткізу. Қазір кітабымның бәріне белгі қалдыратын болдым. Соның арқасында керек жерін қалаған уақытымда қарап, қажетті мәліметті, идея мен цитатаны қайта оқимын. Есесіне сол сөздерді іздеп, кітапты қайта парақтап отырмаймын. Сонымен қолыңызға қалам алыңыз. Алға, өміріңіздің жаңа тарауы аздан соң басталады. Бірінші тарау. Әлеуетті толық ашатын кез келді. Өмір тым қысқа деген сөз айтыла таптаурын болғанымен ақиқаты сол. Бақытсыз не әрі не бері емес, қалыпта жүретін уақытыңыз жоқ. Оның еш мәні де болмайды, салмағы да аз емес. Сет Годин, танымал жазушы-мотиватор. Тәтті ұйқыға батқыңыз келсе, әр таңда жігермен тұруыңыз керек. Жорж Лоример, америкалық жазушы, журналист. Дүниеге бала келгенде, неліктен оны ғажайыпқа теңейміз? Кейіннен ол бала қарабайыр, мағынасыз өмір сүреді. Өмірдің ғажап екенін қай сәтте ұмыт қалдырамыз?
Сіз туған күні жұрттың бәрі өскенде арманына жететін, қалауын орындайтын, кім болам десе, соған айнала алатын адам болатыныңызға қалтқысыз сенеді. Міне есейдіңіз. Сонымен қазір не істеп жүрсіз? Не нәрсеге қол жеткіздіңіз? Бала күніңізде армандағандай адам бола алдыңыз ба? Әлде сол жолда бәрін өзгертіп жібердіңіз бе? Не асқақ арманыңызды қарапайым арман тілектерге айырбастап жібердіңіз бе? Жуырда елең еткізер статистиканы байқадым. Орта деңгейлік америкалықтың салмағы 10 келі артық әрі $10,000 қарызы бар екен. Сонымен қатар көбі күйзеліске түскен, жұмысына көңілі толмайды. Досы да көп емес деседі. Осы алып қашпа әңгіме жартылай ғана шындық десек те, бұл америкалықтарға жақсы бір серпіліс керегін көрсетеді. Сізге ше, өз әлеуетіңізді толық қолданып жүрсіз бе? Өміріңіздің әр саласында өзіңіз қалаған жетістікке жеттіңіз бе? Кей салада барға шүкір етумен шектелген шығарсыз. Осы да жетеді деп, шамаңыз жететін деңгейден бір саты төменіне тоқ мейілсіп жүрген жоқсыз ба? Сіз ше, өз әлеуетіңізді толық қолданып жүрсіз бе? Өміріңіздің әр саласында өзіңіз қалаған жетістікке жеттіңіз бе? Кей салада барға шүкір етумен шектелген шығарсыз. Осы да жетеді деп, шамаңыз жететін деңгейден бір саты төменіне тоқ мейілсіп жүрген жоқсыз ба? Осы сияқты мақұлдаудан бас тартуға, өзіңізге ең лайық тамаша өмірді, арман еткен ғұмырды сүруге, қолыңыздан келгеннің бәрін істеуге дайынсыз ба? 10 деңгейлі өмірді қолдан жасау. Опра Уинфри айтатын мына сөзді қатты жақсы көремін. Адам өміріндегі ең тамаша саяхат өзі армандаған өмірді сүру. Бұл оймен 100%-ға келісемін. Өкінішке қарай, өмірді бұлай сүретін адамдар қатары сирек. Көбі еш қызығы қалмаған сүреңсіз өміріне дән риза. Тағдырдың бергеніне көңілі тоқ. Тіпті бір салада, айталық кәсіпте белгілі бір жетістікке жеткен жан өзінің өзге қырларына, мысалы, денсаулығына қатысты не қарым-қатынастағы орташа нәтижесіне қанағаттанады. Атақты бестселлер авторы Сет Годиннің орташа мен нашардың арасында айырмашылық бар ма? Еш айырмашылық жоқ деген сөзі өмір шындығы. Жұрттың бәрі солай өмір сүреді. Өзіңіз қол жеткізе алатыннан гөрі азға қанағат етіңіз деген ереже еш жерде жазылмаған. Тіпті сол жұрттың бәрінің қатарын досыңыз, туысыңыз, әріптесіңіз толтырса да. Өмірлеріңіздің барлық саласын тұтас ашатын, жетілдіретін, экстраординар ерекше тұлға болуға қақыңыз бар. Бақыт, денсаулық, ақша, еркіндік, махаббат, осының бәріне лайықсыз. Өмірдің әр саласындағы жетістікті рахаттану мен атақты бірден 10-ға дейінгі деңгей бойынша есептесек, онда елдің бәрі 10 деңгейге жетуге ұмтылар еді. Солай ма? Өз басым денсаулығымның деңгейі тек 7 болса да жеткілікті. Денім сау, тым қуатты болғым келмейді деген адамды өмірімде кездестірмеппін. Немесе өзгелермен қарым-қатынасым 5 деңгейде болса жетеді. Ет жақындарыммен ұрыс керісте тұрған ештеңе жоқ. Қалауымның бәрі орындалмауы соншалық маңызды емес. Жұрттың қызғанышын оятардай, жарыммен тым бақытты болғым келмейді дейтінді де кезіктірмедім. Сәлден соң өмірдің әр саласында 10 деген бағаға жетуге болатынын, әрі оның өте оңай екенін білесіз. Шынында да қарапайым нәрсе. Ол үшін күн сайын мақсатты түрде істей алатын, тарта білетін,
жете алатын 10 деңгейлі адам болуға арнайы уақыт бөлуіңіз керек. Бәрі таңертең қалай оянатыныңызға байланысты десем сенесіз бе? Қалағаныңыздай адамға айналу үшін өміріңіздің әр саласында тиісті жетістікке жету үшін кейбір қадамды бүгіннен бастауыңызға болады. Сөзіме құлақ асып сене аласыз ба? Кей адамдар сенбейді. Көбінің сенімі сетінеген. Өмірін реттеп, қарым-қатынасын жақсарту үшін қолынан келгеннің бәрін істеген, алайда қалағанына бәрібір жете алмаған. Оларды өте жақсы түсінемін. Өзімнің де басымнан өтті емес пе? Сосын өмірімді түбегейлі өзгерткен ақиқатты білдім. Сол үшін сізге де көмек қолын созып тұрмын. Өмірімді өзге қырынан танып көріңіз. Жай ғана жақсы өмір емес, ғажап өмірге қадам басыңыз. Бұл кітаптағы басты 3 аргумент. Бірінші, жер бетіндегі кез келген адам сияқты сіз де экстраординар деңгейдегі денсаулыққа, байлыққа, бақытқа, махаббатқа, атаққа лайықсыз. Осы ақиқатпен өмір сүруіңіз өте маңызды. Тек өз өміріңіздің сапасын арттырып қана қоймай, қоғамға, туған-туыстарға, достарға, клиенттерге, әріптестерге, балаларға көмектесуіңіз керек. Екінші, өмірдің әр саласында азға қанағат етпей, жеке басыңызда, кәсібіңізде, немесе қаржылық тұрғыда жетістікке жету үшін күн сайын соған арнайы уақыт бөліп, мақсатты түрде саналы адам ретінде өзіңіз армандаған жетістікті шақырып, тудырып, жетілдіріп отыруыңыз керек. Үшінші, таңертең қалай оянғаныңыз бен таңғы тәртіп не оның жоғы өміріңіздің барлық саласына тікелей әсер етеді. Таңды мақсатты, өнімді, сәтті атыру, жетістікке толы өмірге бастайды. Сол сияқты таңды мақсатсыз, өнімсіз, сәтсіз атыру өмір сапасын төмендетеді. Таңертең оянудың тәртібін өзгертіп, өміріңіздің кез келген саласын өзіңіз ойлағаннан да жылдам жақсартуға болады. Қойшы Хэл, мен таңмен таласа тұратын адам емеспін. Егер бұрын ерте тұруға талпынып көріп, бірақ одан түк шықпаса, не істеу керек? Мен таңмен таласа тұратын адам емеспін. Мен түн қатып жүретін адаммын. Онсыз да ештеңеге уақытым жетпейді. Маған аз емес, көп ұйықтаған пайдалы дерсіз. Таң шапағаты әдісін ойлап тапқанша, мен де дәл солай ойлайтынмын. Осы кітаптың алғашқы парақтарын оқысаңыз, онда таңертең ерте тұра алмау қазір зор жетістікке жеткен Пэт Флинн мен Демаркоға да тән болды. Бәлкім сізге осы уақытқа дейін ерте тұру қиын болған шығар, бірақ қандай жағдайды бастан өткерсеңіз де, бәрін өзгертуге болады. Адамдардың үйреншікті өмір салтына қарамастан, таң шапағаты оларға өте тиімді әсер ететіні дәлелденді. Таяуда ғана таңмен таласа тұратын адамға айналған кәсіпкерлер, сатушылар, компания басшылары мен мұғалімдер, жылжымайтын мүлік агенттері мен үйде отыратын аналар, оқушылар мен студенттер бәрі өмірінің күрт өзгере бастағанын аңғарды. Олар тіпті осы әдістің арқасында жеткен жетістіктерін видеоға түсіріп, YouTube'ге жүктеп, Facebook пен Twitter'дегі достарына әңгімелеп бөлісіп отырады. Әдісім қаншалықты тиімді әсер ететініне басты дәлел клиенттерімнің лебізі. Солардың бірі өмірімнің өзгеріп жатқаны сонша, өзгерістерге ілесе алмай жатырмын. Бұған дейін бизнесім қиын жағдайда еді. Таң шапағаты әдісін қолданып бастағалы, өмірімнің осыншалық жылдам өзгергеніне таң қалдым. Күн сайын аз-аздап
кемелдікке жетуге болатынына көзім жетті дейді. Таң шапағаты әдісін қолданып жүргеніме 79 күн болды. Содан бері бір күнді бос өткізбедім. Өмірімде алғаш рет осындай әдісті қолданып жүрмін. Бірақ бұл бірнеше күн, бірнеше аптадан асып кетті. Тағы бірі, мен таң шапағаты әдісін 10 айдан бері қолданып жүрмін. Осы уақытта табысым 2 есе артты, дене бітімім тартылып, сымбатты бола түстім деп лебізін білдірген екен. Және мен жақсы көретін пікір, таң шапағаты әдісінің арқасында 11 келі тастадым. Кейінгі тарауда таң шапағатының арқасында өмірімнің ең төмен нүктесінен қалай бірнеше сәтті бизнес жобаны іске асырғанымды, табысымның 2 есе өскенін, қарызымнан 100% толық құтылғанымды, арманымның бәрі орындалғанын айтамын. Бұған дейін айтқанымдай, халықаралық деңгейдегі баяндамашы болуды, жан дертіне арналған тауық сорпасы атты бестселлер кітап сериясынан өмір баянымды оқуды, ел аумағындағы радио және телешоуларға сұхбат беруді, психологиялық әрі тәни жетілуімнің шыңына жетуді, 52 миль қашықтағы ультрамарафонға қатысуды армандаған едім. Мұның бәрін 1 жылдың ішінде орындадым. Сонымен қатар анық байқалмайтын құпияны ашамын. Бұл құпия сізді де ұшпаққа ұшырады. Таң шапағаты әдісі қарапайым ғана емес, өте жайлы әдіс. Сәлден кейін сіз де бұл әдістерді қиналмай-ақ істей бастайсыз. Әрі өмір бақи орындауға ынтаңыз оянады. Қалаған уақытыңызда ұйықтауға ешкім кедергі келтірмейді. Бірақ ұйқыңыз келмейтініне таң қаласыз. Маған қаншама адам демалыс күндері де ерте тұрып өзін жақсы сезінгенін, бір күнде қаншама ісін тап-тұйнақтай орындағанын айтқанын білсеңіздер ғой, тіпті санына жетпей қалдым. Мұндайды өзім де күтпеген едім. Таң шапағаты әдісін үзбей орындайтын адамдар оны бала күніндегі сезінген сезімі мен жаңа жылды қарсы алар алдындағы қуанышпен салыстырады. Келісесіз бе? Бұл тамаша ғой. Егер жаңа жылды тойламайтындар қатарынан болсаңыз, онда оянғаныңызға шын қуанған сәтіңізді еске алыңыз. Бүгін мектепке барамын деген күн, туған күн, немесе демалыстың алғашқы күні. Әр күніңізді шаттықпен бастау қандай тамаша екенін елестетіңіз. Енді таң шапағатының кең тараған, әрі өте маңызды деген пайдалы тұстарын атап өтейін. Бұл әдісті қолдана бастасаңыз, осы артықшылықтар өмір салтыңызға енеріне сенсеңіз болады. Күн сайын күш қуатыңыз артып, әлеуетіңізді тұтастай қолдану үшін жоспарыңыз бен стратегияңызды біліп ояну мүмкіндігі. Күйзеліс деңгейін азайту мүмкіндігі. Жан тәніңізбен сергек ояну. Соның арқасында жетілуіңізге бағытталған бүкіл кедергі мен шектейтін тұжырымыңнан арылу мүмкіндігі. Денсаулығыңызды толықтай жақсартып, нығайтып, артық салмақтан арылып, қалауыңызға қарай денеңізді шынықтыру мүмкіндігі. Ең басты дүниелерге зейін қоя білу, өнімді жұмыс істеуге ынталану мүмкіндігі. Айналаңыздың бәріне алғыс білдіріп, алаңдаушылықты кеміту мүмкіндігі. Табыс табу машығын дамытып, өз өміріңізге дәулет пен байлықты шақыру мүмкіндігі. Өмірлік парызыңызды түсіну, әрі соған сай өмір сүруге дағдылану мүмкіндігі. Қалағаныңыздан гөрі кез келген салада азға қанағат етуден арылу, экстраординар өмір сүру мүмкіндігі.
Мұның көбі тым батыл қағидалар екенін түсінемін. Бұл сөздің бәрін жарнама деп түсініп, уәде деп қарауыңызға да рұқсат. Сіздің ойыңызша осының бәрі шындыққа жанаспайтындай, тіпті орындалмас дүние сияқты, солай ма? Алайда сөзімнің бәрі рас. Таң шапағаты күн сайын уақыт бөле отырып, өміріңіздің барлық қырын жақсарта алатын адамға айналуыңызға көмектеседі. Сіздерге Lifesavers әдісін ұсынамын. 6 тиімді уақыт тезінен өткен тәжірибелер. Осы 6-ы таң шапағаты әдісінің негізін құрайды және әр адамға өзі лайық экстраординар өмір сүруге кепілдік береді. Өкінішке қарай статистика бойынша қоғамның 95% экстраординар өмір сүрудің не екенін білместен өмірден өтеді. Көмегіміз арқылы осы көңіл көншітпейтін көрсеткіштерді өзгертеміз деген ойдамын. Ең соңында таң шапағаты өмірді өзгертетін 30 күндік бағдарлама дейтін әдіспен таныстырамын. Бұл әдіс дүние танымды кеңейтіп, адамды өзі қалайтын, лайық деп білетін, жетістік деңгейіне көтеріп, соған қажетті жағдай жасап, игі әдеттерді сіңіруге көмектеседі. Кім болатыныңыз өте маңызды екенін ешқашан ұмытпаңыз. Бұл өмір сапаңыздың бүгінгі және келешектегі көрсеткіші. Таңмен таласа тұратын адам не? Түн қатып жүретін болсаңыз да, сәл уақыттан кейін ерте оянудың ләззатын сезіну үшін не істеу керегін үйренесіз. Бұрынғыдан оңай оянатын боласыз. Ерте тұру мен жетістіктің арасындағы өте нәзік байланысты сезінгеніңізде, оянғаннан кейінгі 1 сағат ішкі әлеуетті ашудың кілті екенін түсінесіз. Сол кілт ішкі әлеуетіңізді толық ашып, жетістікке жеткізетінін ұғынасыз. Ояну уақыты мен таңғы тәртіпті өзгерте салысымен-ақ бүкіл өміріңіз өзгеретініне көзіңіз жетеді. Таң шапағаты әдісі қарапайым ғана емес, өте жайлы әдіс. Сәлден кейін өзіңіз де қажетті бағдарламаны қатты қиналмай-ақ жасай бастайсыз. Әрі өмір бақи жасауға ынтаңыз оянады. Қалаған уақытыңызда ұйықтауға ешкім кедергі келтірмейді. Бірақ сіз ұйқыңыз келмейтініне таң қаласыз. Маған қаншама адам демалыс күндері де ерте тұрғандықтан өзін жақсы сезінгенін, бір күнде қаншама ісін тап-тұйнақтай орындаған айтқанын білсеңіздер ғой. Тіптен санына жетпей қалдым. Мұндайды өзім де күтпеген едім.